Мына мектепке қарап таңғалып тұрмын да, қандай әдемі деп. Ойлаңдар, бірақ бұл мектепке 100 жыл болған. 100 жыл болған. Қазір ремонттан өтті. Ремонттан кейін осындай әдемі. Бірақ оған дейінгі суреттерін қараңыздар. Бұл суреттерде сіздер осы мектептің жөндеуге дейінгі жағдайын көріп тұрсыздар. Ескі ма? Өте ескі. Бірақ қазір жаңарды, жөндеуден өтті, балаларға жағдай жасалды, ішінде бәрі өзгерді. Бұл президенттің бастамасымен Қазақстандағы әрбір мектеп осындай әдемі болу керек, және балалар жақсы білім алу үшін жақсы жерде оқу керек деген осындай мақсат. Әрбір оқушының білім алып, жан-жақты дамуы үшін қолайлы жағдай жасалуға тиіс. Біз бүгін Астанадағы Талғат Бигелдинов атындағы бірінші мектеп-лицейге келдік. Осында обзор жасаймыз, сіздерге барлығын жасырмай көрсетеміз. Шындық, тек қана шындық. Бәрін көрсетсей, шынайы бар емес па? Мектептің кәдімгідей әдемілігін. Былай барсаң да, былай барсаң да камера. Дәл осы камералар мектептің ішін, сыртын, алдың, артын, жан-жағын балалардың қауіпсіздік үшін барлық жерді түсіріп жатыр. Бұл дегеніміз біріншіден қауіпсіздік. Ойлаңыздар, біздің кезде мынандай бірде-бір камера болған жоқ. Қазір барлығында осындай заманауи техника. Мектеп әр бала үшін қауіпсіз жер болуға тиіс. Жалпы мектептің іші сыртында 121 камера қойылған болса, ал мектепке балалар кіру үшін осындай әрбір мектепте және осы мектепте де Face ID орнатылған. Мына жаққа келесің, түріңді таниды, сосын есік ашылады. Қазір мектепте қоңырау соғылды. Естеріңізде ма? Біздің кездегі мектептің қоңырауы. Ал қазір әрбір мектепте қоңыраудың кезінде осындай қазақтың қара домбырасының күйі ойналады. Бұл деген тамаша ғой. Біз мектеп директорының кабинетіне кірейін деп тұрмыз. Махаббат ханым, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз ба? Қош келдіңіздер. Таныс болыңыздар. Талғат Бигелдинов атындағы нөмірі 1 мектеп лицейдің директоры Махаббат Давлеталықызы. Сәлеметсіз бе? Қош көрдік. Сіздер мектептеріңізге бүгін обзор жасаймыз. Күрделі жөндеу болған екен, көріп тұрмыз. Енді барлығы көрсін деп, бүгін ішіне аралап, барлық балаларға жағдай жасалған ба, жасалмаған ба, қандай болды, қазір қалай балалар білім алып жатыр, соны көрсетейін деп келіп жатырмыз. Сіз біздің қасымызда жүрмеңіз, себебі балалар директор жүр деп, бәрі бүйтіп әдемі болып қалуы мүмкін. Жақсы көре беріңіздер. Айттық қой, барлығын шынайы көрсетеміз деп, директорды қасымызға ертпейміз. Онда жүріңіздер. Рахмет сізге. Қайтадан оқысақ қой, осындай мектепте сабақты оқитын едік. Ал қазіргі балаларда осындай мүмкіндік бар. Ең қызығы, осындай мектеп кездер естен кетпес. Балаларды қараңдаршы, асыр салып, дәлізде ойнап жүр. Қазақстанда білмеймін, бірақ Астанада барлық мектепте мектеп ішілік президенттік сайлау болып жатыр. Ұтқандары президент болады, ұтылғандары қасында көмекші министрлер болады. Дәл осындай кабинеттердің бірі оқушылар жиналатын. Бұл коворкинг бөлмесі. Бұл мектепте сондай бөлме бар екен. Ішіне бір кіріп шығайық. Мына жақта сайлау болып жатыр кәдімгідей. Сайлаудың кезіндегідей дауыс беру жәшігі бар. Әркім өзінің таңдауын жасап, мектептің президентін сайлайды. Енді мықты президент сайлансын деп тілейміз. Балалардың сөмкелері кәдімгідей ауыр, бірақ өзіміздің кезде де осындай сөмкелерді күнде мектепке апарып алып келетін едік. Бұл қыздардың еңбек бөлмесі. Қарасаңыздар, мына жақта қыздардың еңбек кабинетінде машинкалары бар, жұмыс жасайтын, тігін осындай жұмыс үстелдері бар. Бәрі өзінің орнында. Ал біздің кезде тек қана ине мен жіп, қыздардың өздерінен алып келген үйдегі құрақ маталары. Ал қазір кәдімгі мектептерде осындай техника қойылған. Тамаша. Қыздар қазір мектепте апайларының көмегімен осылай киіз басудың технологиясын үйренеді екен. Инелері бар, сонымен жапсырып әдемілеп киіз басуды үйреніп, осылай жасап шыққан. Қолға күшті екен. Деп сипаған кезде. Мына балалармен мен де жүгіргім келіп жүрше. Досым, мектепте жүре берсең, кәдімгідей мынандай дауыстарды сағынады екенсің. Ойлаш, біз мектеп бітіргенімізге
20 жылдан асып кетті. Кәдімгідей мектептің қызықтары есіме түсіп жатыр ғой. Кабинеттен кабинетке жүгіріп, кітаптарымыз қайда, дәптеріміз қайда екен. Мынандай естеріңізде ма? Кейде мектепке дәптер апармайтын кезімізде бір ғана дәптерді бүйтіп ашып, шалбардың ішіне салып қойып, соның бірінші беті география, екінші беті қазақ тілі, үшінші беті математика деп, және 12 беттік дәптердің ортасында 4 беті болмайды ғой, жұлып сырдың қаптай бересің. Ал мынаны қараңыздар. Негізі биіктігін қараңыздар. Менің бойымнан сәл ғана асып тұр. Ал балалардың бойлары осындай, болмаса осындай. Мына жерден балалар әрмен қарай мінбейді, құлап кетпейді. Бұл дегеніміз қауіпсіздік. Мына кітапхананың үлкендігін қара. Астанадағы бір ұлттық кітапхананың ішіне келгендей болдық. Шынымен кітап қорын қараңдар. Мұнда өте көп екен кітаптың кәдімгідей. Сөрелерде кез келген кітапты табуға болады мына жерде. Қараңыздар. Мұхтар Әуезовтің кітаптары, Олжас Сүлейменовтің кітаптары, Қазақстанның ұлттық энциклопедиясына дейін осында. Дәл қазір балаларға өте керек кітаптардың бірі. Біздің кезімізде құқық деген мектепте сабақ болатын. Қайдан білейік, оқымаппыз ғой. Ең керек кітаптардың бірі. Сондықтан бұны бар емес па? Мына жерге қою керек. Оқыңыздар, құқықтық сауаттарыңызды арттырыңыздар. Кітап алды, тапсырды, бірден базаға енгізіледі. Ой, мынау қандай рахат. Мына жаққа келдің, Face ID мен түріңді оқыды, бірден базаға түседі. Қандай кітап өткізді, қандай кітапты алды. Мына жерде оқушының суреті базаға түседі, керек кітабын алып оқи береді. Технология. Тағы да бір сабақ бітті, қоңырау соғылды, басталды, қайтадан жүгіру. Біреулер сабаққа кетті әне. Мектептің бір ерекшелігі осындай орындықтар. Бұл не үшін дейсіздер ғой? Орындықты алады оқушылар. Мында келеді, осы жерге қойып, отырып, досымен, сыныптасымен осы жерде шахмат болмаса шашка ойнайды. Бұл балалардың демалыс кәдімгідей өздеріне арналған зонасы. Мына жерде 4 стол бар, 4 столда 4 турнир өтеді. Музыка кабинетіне асығып жатыр барлығы. Желсіз түнде жарығай. Біз қазір музыка кабинетіне келдік. Қазір сабақ өтіп жатыр. Мына жерде рұқсат сұрап, кабинетке кіріп, сабақтың үстіне бір қонақ болайық. Жүріңіздер. Апай, саламатсыз ба? Естеріңізде. Бола ма? Кешігіп келдік сабағыңызға. Апай, сізбен таныссақ, есіміңіз? Клара Сүлеймен қызы. Клара апаймен танысып жатырмыз. Клара апай музыка пәнінің мұғалімі. Қай аспапта ойнайсыз? Мен баян. Білмеймін енді. Мына жерде қолға салғым келіп тұр апайдан. Баянда бір ойнап бересіз бе? Қазір сіздерге баянда ойнап береді. Я рисую на окне мир почти такой, как наш. Я рисую на окне акварели и гуашь. Краски яркие возьму и закрашу серый цвет. Нарисую ту страну, где для слез причины нет. Рұқсат бола ма? Кішігірім 1 минут қана кабинетіңізді көріп шықсақ. Мен сіздерге мынандай көрсеткім келіп отыр. Баян апайдың баянынан бөлек осы кабинетте қараңыздар. Кішігірім сахнасы бар. Сахнаға шығып, мына жерде барабанный зона бар. Одан бөлек мына жақта пианино. Қазір сабақ болып жатыр. Домбыра. Музыка кабинетінде керек аспаптардың барлығы бар. Қазір музыка пәні сабағында балалардан бір әуен. Тамаша, атмосфера деген мықты.
Апайлары қандай керемет, әуенді, дауысы қандай керемет. Апайдың дауысына шокпын апайдың дауысына. Құлаққа сондай жағымды. Рахмет апай сізге. Сіздің әуеніңіз қандай күшті, құлаққа жағымды. Рахмет балалар. Біз кеттік. Біз шығамыз, жүріңіздер. Балдар сабақтарын оқысын. Ал біз мектепті аралауға барамыз. Айтпақшы, мектепте, қазіргі мектептерде барлық осындай сыныптардың алдарында, дәліздерде балалардың бөлек өздерінің шкафтары бар. Ал бұл мектептегі ерекше балаларға арналған инклюзия бөлмесі. Осында келіп білім алады және әрбір баланың ерекшелігіне байланысты әр баламен бөлек жұмыс жасалады. Дефектолог маман әрқайсысының қасында отырып, солардың басқа балалармен қатарлы білім алу үшін осы жерде барынша жұмыс жасайды. Ал мына кабинетте көріп тұрғандарыңыздай барлық заттары сол балалармен жұмыс жасау үшін қойылған. Мына жақта секретін қараңыздар. Батуттар қойылған. Және бұл жақта барлық заттар толық өзі орналастырылған. Мынаның барлығы түрлі түсті болып жанады. Мына қабырғаны әдемісін қарашы. Бұл негізі сурет емес, кәдімгідей киізден бастырылып, әрбір оюы, әрбір сызығы, көкжиегі болсын, мына оюлары болсын, барлығы осының киізден бастырылып, кәдімгідей қолға жағымды ұстаған кезде қабырғаларын осындай бөлек, ерекше кәдімгідей ұлттық нақышта әсемдеп қойған екен. Әрбір баланың арманы шығар осындай үлкен сахнада өнер көрсету. Бұл мектептің ішіндегі актовый зал. Осы жерде үлкен іс-шаралар болады. Балалар осы сахнаға шығып, өз өнерлерімен бөліседі. Үлкен қабырғада LED экран, сахна төрінде пианино, ал мына жерде көрермендер алдыңда. Арман жоқ шығар мына жерде тұрған балада, осы актовый залда. Ертең осы жерден балалар үлкен сахнаға шығады. Дене шынықтыру сабағын еске түсіріп жатырмыз. Ағайдың тапсырмасына бағынамыз. Негізі осындай кезде жасағымыз келмейді ғой, істегіміз келмейді ғой, бірақ істеу керек. Бұл балалардың дене шынықтыру залы. Іші жап-жарық, мысалға терезелердің барлығы, іштегі тіпті светті жақпаса да, сырттың табиғи жарығы ішке түсіп тұрады. 4, 5, 6 баскетбольный щиттары, едендері кәдімгідей линолеуммен төселген. Жұмсақ. Жыртығы жоқ, көрініп тұр кәдімгідей жап-жаңа екендігі. Ал бұл кабинет нағыз компьютерді шашатындар бар ғой, солардың кабинеті. Нағыз айтишниктер, ертең киберспорттан Қазақстанды танытатындар осындай кабинеттерде келіп білім алады. Спортивный орындықтар. Жай бір табуретка басқа емес, отырып жұмыс жасауға да ыңғайлы. Кең монитор. Біздің кездегі мониторлар естеріңізде ма? Бір 4 бұрышты, арты мынандай клавишный. Балаларға осындай жағдай жасап қойған. Ертең осы сыныптардан мықты айтишниктер шығады. Атың кім сенің? Жандос. Жандос, саған мынау мектеп ұнай ма? Иә. Рас айт бірақ. Ұнайды. Ұнай ма? Ұнамайды шығар саған. Ұнайды. Басқа мектепке ауысқың келіп отырған шығар. Ұнайды. Ұнай ма? Ең жақын досыңның аты кім? Рахман. Рахман? Рахман неге күшті ма? Неге күшті ол? Адал ма? Ән айтады. Ән айта ма? Менімен бірге. Сен де ән айтасың ба не? Қойшы еме, сенбеймін сен ән айтатыныңа. Бір айтып көрші ал. Ұстазына. Любой бір. Кез келген әнді айтып. Ұстазына, мектептің жүрегісі. Ұстазына, мектептің мақтанышы. Ой, сен ұстазыңның аты кім өзі? Ботагөз. Елтай қызы. Елтай қызы. Сен осы әнді айтып бердің ба апайыңа?
Сабақты жақсы бере ма? иә. Сен өскенде кім болғың келеді? Қобыланды батыр. Қобыланды батыр боласың ба? Мынау өмірімде бірінші рет бір балалар айтады ғой, мен Бэтмен боламын, Супермен боламын, Человек-паук боламын деп әкел қолды. Ол ертең өскен кезде осы бала кезінде Қобыланды батыр боламын деп еді деп айтамыз. Ертең 20 жылдан кейін видеоны көресіздер. Олимпиада төрінде Қобыланды батыр деген лақап атпен шығып Қазақстан танытады. Біз саған сенеміз. Болды, жарайсың. Бар сабағыңа бар енді. Ал мынау қабырға кәдімгідей қазақтың киіз үйін таныстыратын бұрыш екен. Және әрбір бұрышқа белгілеп, қандай зат не екенін белгілеп көрсеткен. Мысалға, мынау тұрған торсық дейді. Және торсық не үшін керек екені. Мынау жастық, жастануға деген сияқты. Мынау не үшін деп көрсетілген, бұл деген аты бар, басқұр деп. Не үшін екені жазылған. Балалар көре, біліп таниды ғой. Мына жерде көрсетілген, яғни балалар киіз үйдің ішіне кірген кезде мынау не деп қарап тұрмайды, көрген бала білетін болады. Жақсы ойластырылған. Негізі әр мектепке осындай қазақтың салт дәстүрін танытатын, көрсететін осындай бұрыштар көбірек болса ұнады маған. Негізі осындай зоналар ұнайды маған мектептегі. Қарасаңыздар, бағанадан бері қаншама жерден өттік. Балалар үзілістің уақытында осы жерде келіп достарымен, құрбылармен сырласып, болмаса кітап оқып, келесі сабаққа дайындалып отырады. Қазір қайда бара жатқандарын білеміз. Бұл қандай кабинет болды екен? Мына асхана. Асханаға барамыз, қолға қасық аламыз деп ұрандатып баратын едік барлығымыз. Аспазшы апайларға рахмет деп айтатын жер осы жер. Аспазшы апайларымыз осында балаларға тамақтарын дайындап жатыр. Мына жерде қараңыздар. Котлет балаларға, рашкимен балаларға салаттар бар мына жақта. Помидор, огурцыдан свежий салат. Балалардың ше тамақтарын алып жеп көргім келіп тұр. Дәмін көргім келіп тұр. Мектептегі асханадағы тамақ қандай болатыны. Апайдан сұрасақ береді ме екен, сұрап көрейік қазір. Егер қазір берсе, котлетінен, асхананың тамағынан дәм татамыз. Сосын дәмі қалай екен айтам сендерге. Мынау бізде асхана. Бұл асханада біз балаларға дәмді тамақ жасаймыз. Міне осы менюмен, міне 5 күнді осындай меню жасалады. Осы менюға қарап біздің поварлар, аспазшылар тамақ жасаймыз. Тамағымыз дәмді. Балалар күнделікті келіп бізді мақтап кетеді, рахметтерін айтып кетеді. Күнделікті тамақ, свежий тамақ аламыз, етті да, балықты да, сүтті да, бәрі сертифицированный, бәріне документтері бар. Оның бәрін өздері ата-аналарда келіп көріп кетеді. Енді сол тамақтың дәмін өзіміз көреміз. Так, бүгін бізде котлеты и макароны. Котлет пен макарон. Дәмін көріңіз. Содан кейін мынандай салат. Огурцы, нарезка балаға. Содан кейін мынандай әдемі компот. Осындай міне компот. Осы жерде дәмін көрейін, иә? Осы жерде дәмін көріңіз. Компоттың дәмін көреміз бірінші. Бисмилля. Негіз не екесің анандай адамды ойламайды екесің. Маған болмай ма? Білмеймін, сені білмеймін, сен менен қалғанын көресің енді. Енді көрейік та, мен жеп көрейін. Егер маған ұнамаса, саған айтам. Егер ұнаса, онда менен қалғанын ішесің. Бисмилля. Компот кәдімгідей су емес, таза компот. Кейбір компоттар болады, су сияқты болып тұратын. Одан кейін салаттың дәмін көрейік. Бисмилля. Қытырлап тұр, астыңғы еріп сүруге болады мынаумен. Қытыр еді. Жақсы тұздалған, қатты тұздалмаған, я, жақсы. Кәдімгідей балаларға. Ал енді котлеттің дәмін көрейік. Балалар осын жақсы көреді ғой. Жұмсақ котлет. Өте сіңімді. Шынымен, балаларға жақсы екен. Әйтпесе болады, котлеттер қатты, рашкилер кешегіден қалған сияқты, ол да қатты болып тұратын. Мына жерде шынымен. Сен сүре бер, мен тамақ жеп алайын.
мына кісі біздің балалардың аспазшысы. Мен сіздің тамағыңыздың дәмін көрдім. Өте дәмді екен. Сонда сіз өзіңіз дайындайсыз ғой? Әлде біреу дайындап бере ма? Жоқ, өзім дайындаймын бәрін. Аха. Таңертең каша балдарға бірінші первыйға компотыменен, наныменен, майымен күнделікті меню бойынша. Аспаздықта қанша жыл болды? Айтыңызшы. Біраз болды ма? Біраз болды. Есіңізде жоқ па тіпті? Жоқ. Андай болады ғой. Адамды өзі жүзінен танисың ғой. Иә. Апайдың мүмкін емес андай ше бүйтіп мейірімсіз, қабағын қатулы тамақ дайындап беру. Жүзі жарқырап тұр апайдың. Сондықтан апайдың қолынан тек қана дәмді тамақтар шығатын сияқты. Рахмет. Күшті қасыңда жирафтар жүреді. А мен Рахманды ұстап алдым. Рахман саған мынаны бүйтіп тағып қояйыншы. Сенімен сөйлескім келіп тұр менің. Иә? Сөйлесеміз ба? Иә. Рахман, сен нешедесің? 90. Сен сыныпта досың бар ма? Иә. Аты кім досыңның? Жандос. Жандос. Сен қандай сабақты жақсы көресің? Математика. Есеп шығара аласың ба? Иә. Мен саған оңай сұрақ қоямын. Бірге үшті қоссаң неше? 4. Шығара алады екен. Давай 4-ке 8 қоссаң неше? Тез шығару керек. 12. Мынау мықты ғой деген. Тағы бір сұрақ қоямын қазір. 7-ге 7-ні қосасың, сосын 1-ді аласың. Неше болады? 13. Мынау деген кәдімгідей ойланбай шығарып тұр ғой, жарайсың. Сендім. Тағы бір есепті қиында қойайын ба? Көбейту кестесін білесің ба? Иә. 5 жердегі 8-ің неше? 40. Жарайсың. 6 жердегі 6-ың неше? 6 жердегі 6. 36. Мынау мықты ғой, кәдімгідей. Молодец. Сен осы мектеп ұнай ма саған? Соны айтшы маған. Иә, ұнайды. Ұнайды. Ұнамайтын сияқты болып айттың ғой? Ұнайды. Ұнай ма? Иә. Сыныптастарың ұнай ма? Иә. Қыздар ұнай ма? Сыныбыңдағы. Ұнамай ма не? Да. Қой, классыңдағы сен қыздарыңды ертең ренжіп қалады ғой, айтады ғой, Рахман, сен қалай сен бізді ұнатпайсың, біз деген күштіміз ғой деп. Да. Саған басқа мектепке ауысасың деп айтса, ата-анаң не істейсің? Ауыспаймын. Ауыспайсың ба? Осы мектепте оқимын дейсің ба? Иә. Молодец, ертең үлкен азамат бол, иә? Біз саған сенеміз, мықты математик бол. Жібермейміз. Рабочий зонаңыз ба? Сондай бар ма? Ал достар, Рахман мен Жандостың ешкімге бермейтін, ешкімге айырбастамайтын, ең жақсы көретін апайлармен танысуға келіп тұрмыз. Есіміңіз? Есімім Ботагөз Елтайқызы. Ботагөз Елтайқызы, сіз балаларға қандай пәннен сабақ бересіз? Мен балалардың бастауыш сынып мұғалімімін, яғни барлық пәннен беремін. Ойбай. Математика, әдебиет, бейнелеу. Соның бәрін білесіз ба? Қазақ тілі, иә, күшті білемін. Сіз мектепті қашан бітірдіңіз? 4-5 жыл бұрын. Ойбай. Біз 20 жыл болды ғой бітіргенімізге мектепті. Қалай, сыныбыңызда қанша бала бар? Сыныпта 24 бала қазір. Бәрін атымен танисыз ғой? Иә. Балалармен жұмыс жасаған ұнай ма? Иә, өте қатты ұнайды. Ішінде бір-екеуі ұнамайтындар бар ма? Енді тәртіптері нашарлар болады, енді оларды аса қатты. Бірақ олармен жұмыс жасайсыз ғой, иә? Оларға анда 2 қойып қоймайсыз ба? Сен маған ұнамайсың деп. Мұғалімнің балаға 2 қойғаны ол өзіне қойған деп айтады ғой негізі. Сондықтан қоймауға тырысамын көбінесе. Мен әдейілеп тексеріп жатырмын. Мықты маман ба, әлде қалай жауап береді екен деп. Қай жақта білім алдыңыз бастауышқа сабақ беру үшін? Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласында. Туған жеріңіз сол жақта ма? Туған жерім Талдықорған. Туған жері Талдықорған, Алматының ар жағынан келген. Алматыға дейін автобуспен бір нәрсе қылып жеткен. Алматыдан сосын былай қарай ұшып келген Астанаға. Астанада қазір осы жақта бастауыштың балаларына сабақ беріп жатыр. Осы мектепте қаласыз ба, әлде басқа жаққа кеткіңіз келіп жүр ма? Бірден айтыңыз тез. Қашан келдіңіз жалпы бұл мектепке? Бір жылдан асты. Бір жыл. Жалпы мектеп қалай? Шындық айтыңыз. Мектеп қатты ұнайды енді. Біздің именно бастауыш сыныптың ұжымы ол өте ұйымшыл. Негізі әрбір баланың ойында қалатын бастауыш кезде сабақ берген апайы. Сондықтан сіз мықты болсаңыз, ертең олардың негізгі фундаменті мықты болады да, сізді еске алып жүреді. Сондықтан қазір жақсы болсаңыз, ертең сізге еске алады. Сондықтан жаман болмаңыз. Рахмет көп-көп. Сәттілік тілейміз. Таныстық, ал біз кеттік. Білдік Рахман мен Жандостың не үшін апайларын қимайтынын, ешкімге бермейтінін. Жақсы, рахмет, сау болыңыз.